Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен хачапуридың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Рецепті описанияда қалдыратын боламын. Сіздермен бірге мен Мадина. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сүтті ыдысқа құямыз. Үстінен қантты салып араластырамыз. Енді тұз қосып араластырамыз тағы. Сосын аштығымызды саламыз, араластырамыз. Үстінен ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Соңынан сұйық майымызды құйып, қамыр илейміз. Енді қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Міне қамыр ашыған, дайын. Қамырды енді екіге бөлеміз. Қамырды алып осылай жаямыз. Қолмен де, оқтаумен де жаюға болады. Күштен өткізілген сырымызды алып ортасына саламыз. Қамырды қолымызбен видеода көрсетілгендей етіп түйеміз. Екінші жағын аударып, пышақпен ортасын кесеміз жайлап. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Печкамызға салып 20-25 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты. Енді ортасын шанышқымен ашып, бір жұмыртқаны саламыз да печкамызға қайтадан салып 5-7 минут пісіріп аламыз. Міне хачапури пісті, дайын. Өте жұмсақ әрі дәмді. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Сау болыңыздар.